Қымбатты көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз және бағдарлама төріне көптен бері мінекей күткен қонақтарымыз да келіп жетті. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Серік Қадыржанов, эстрада әншісі, Қазақ ұлттық өнер университетінің ұстазы, халықаралық байқаулардың лауреаты, және де Мирас Кеняров, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының солисті, халықаралық байқаулардың лауреаты. Эфирға қош келдіңіздер. Қош келдік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет, күшті. Мінекей, естіп жатырмыз, біліп жатырмыз, Қазақстанның әр аймағында болсаңыздар да, бүгін мінекей бастарыңыз қосылып, бір жүйелі істің енді көрермен назарына ұсынбақсыздар, тыңдарман назарына ұсынбақсыздар. Сол туралы айта кетіңіздер, сұхбатты осыдан бастайық. Баршаңызға қайырлы күн. Шынымен де осы туған жерімізге келіп, қуанып жатырмыз, марқайып жатырмыз. Шыны керек, осы туған жерімізді сағындық. Біраз болмады туған жерімізде. Осы туған жеріміздің ауасына дейін сағынып кеттік, шыны керек. Сол ең бірінші осы бүгін концерт болады кешке қарай. Сол концертте біз Александр Иванович Калугин деген кісі біздің ұстазымыз. Сол кісіде бәріміз бірге оқыдық. Сол бүгін бірінші енді туған елге тағзым деп аталады концертіміз. Екіншісінде сол кісінің еске алу кеші болады бүгін, Алла бұйырса. Сол және де осы қалалық акиматқа үлкен алғысымызды айтамыз. Осы бізді шақырып, әдейі шақырып жатқан. Сол Алла бұйырса бүгін концертке келіңіздер, баршаңызды күтеміз. Ал Серік мырза, алып қосарыңыз бар ма? Енді бізді құрметтеп, біздің ұстазымызға деген бұл құрметтеп түсінеміз. Ұстазымыздың енді атын өшіртпей Қостанай облысында жаңғыртып бізді сыйлап шақырып атқандарыңызға рахмет. Сол кешке концертте жолығайық, келіңіздер, жақсы бір әсем кеште кездесейік. Керемет кеш болады. Иә, мінекей Александр мырзаның құрметіне айтылып жатыр ғой, ұстазы жақсынан ұстамы жақсы дейді. Осы ең алғаш өнер көрсету жалпы халық алдында шығармашылық жандардың мысалға болуы үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы шығармашылықты ең алғаш қалай бойларыңызға артатын еді Калугин мырза? Сол туралы еске алайықшы. Сол кісінің ең алғашқы оқушысы мен болдым. Ол кезде 13-14 жасымда болдым. Сол кезде дауыс сына бастайды. Сол кезде сол кісі маған былай деп айтқан: сен уайымдама, бәрі жақсы болады деп. И сол сөзден кейін білмеймін бір андай жылылық сезіндім да. Сол кісіге өте қатты сеніп, сол кісіге барып, сол кісіге дайындалдық. Ол тек қана ұстаз ғана емес, ол андай психологтар ретінде адамға керек сөздерді тауып айтатын кісі болған. Негізі керемет кісі болды. Серік мырза, сізге қалай болды? Мен де дәл осындай жағдайда сол кісінің қолына келдім. Постоянно енді әрдайым айтып жүретіні ғой: асықпа, балам, асықпа. Сенде бәрі болады, маған сен және асықпа деп айтады. Сол асықпай өзінің бабымен дауысты орнына келтіріп сөйтіп жұмыс жасайтын ол кісі. Әр қиналған сәтінде, жаңа Мирас айтып кеткен, жанына жақын тартып, жүрегіне жылы сөздер айтады да. Сонымен енді сол кісімен соған сенесің, әрі қарай жұмыс жасайсың. Да, Аллаға шүкір, сол кісінің арқасында, сол кісінің берген тәрбиесі, сол кісінің бізге сенгендігінен осындай осы күнімізге жетіп отырмыз. Серік мырза, енді білуімше сіз көбінесе эстрадалық бағытта шығармашылығыңыз, иә? Осы эстрада бағытына бет бұруға ұстазыңыз қалай әсер етті? Енді бұлай жалпылама алған кезде, біз Александр Ивановичті дайындалып жүрген кезде бізде де бұлай эстрадный бағыт және классикалық бағыт болып бөлінетін. Эстрадный бағытта кәдімгі эстрадный әндерді алып сол кісіге көрсетеміз. Ол кісі мақұлдайды, немесе басқасын қарап кел деп айтады.
жаңағы содан кейін классикалық бағытта болатын кәдімгідей концерт мейстермен распевка жасап камерный концерттерде беретінбіз классикалық. Сол екі бағытта жұмыс жасап жүрдік сол кезде. Ал Мирас мырза, сіз ең алғашқы шәкіртісіз, иә? Осы Александр мырзаның бірге болдыңыз деп айтсақ болады, әрдайым қасында шәкірт таңдауда. Қандай бір қасиеттерге қарайтын, өзінің бір жағымды, бүйтіп өзіне ұнайтын, мынандай бір мелизматикасы болсын, бәлкім бір шәкірт таңдау кезінде бір есте қалған бір сәттері болды ма? Сол кісі таңдаған кезде ең бірінші сол адаммен сөйлесіп, соның ішкі дүниесін танып, сезініп дегендей соған көбіне қарайтын. Және де әрине дауысқа қарайтын ол кісі. Менің жағдайымда солай болды. Өйткені ол кезде дауысым сына бастағанда сәл андай көңіл күйім қатты түсіп жүрдім, ойладым, даусым шықпай шығар деп сөйтіп ойлап жүрдім өзім негізінде. Сол кісімен сөйлесіп, содан кейін сөйтіп ақырындап даусым шыға бастады. Сол көбіне ол кісі ең бірінші сол адамның өзінің бір ішкі дүниесіне қарап, содан кейін даусына қарайтын. Ең бірінші кезекте адамның өзінің жеке бойындағы адами қасиеттері, иә? Басты назардағы. Серік мырза, сіз қалай келдіңіз ұстаздың қарамағына? Енді сол менде жаңағы дауыс сынған кезде келдім. Енді ол кісі көбіне психологический жұмыс жасайтын да, баланы. Мысалы, сен мутационный период дейміз ғой, сол момент болып жатқан кезде бұрынғы айтып жүрген әндеріңді айта алмайсың, көңіл күйің жоқ, жаңағы бір күні жақсы даусың шығып тұрады, екінші күні концертке барасың, шықпай қалады дауысың. Сондай уақыттар болады да енді. Сол моментте жаңағыдай келген кезде балам сен асықпа, кәдімгідей әндер дайындаған кезде 2-3 тональность дейміз енді, 2-3 тональностьті дайындап қоямыз. Дауыс қалай болады мысалы. Жоғары болып тұрса, жоғарымен айтасың, төмен болып тұрса, төменмен айтасың деген сияқты. Сондай кезеңдер өтті енді басымыздан. Ал енді есте қалған бір шығармашылық сәттерден естеліктер бар ма? Қандай бір қызықты сәттер болды? Осы шығармашылық кезінде, осы концерт кезінде, дайындық кезінде бәлкім? Сәттер өте көп болды негізінде. Дайындық кезінде, концерт кезінде. Өйткені ол кісінің фантазия деп айтсақ болады, фантазиясы өте мықты болатын. Бізде әртүрлі стильде концерттер болды. Мен мысалы андай еден жуатын техничка ретінде болдым, мысалы қыз бейнеде де болдық, шыны керек. Ол кезде бізде мюзиклдар болды сол кезде. Және де мысалы кей кезде микрофон істемей қалып, былай жанды дауыспен айтқан кездер болды. Кей кезде байқамай сахнадан құлап қаласың деген сияқты. Сондай сәттер өте көп болды, шыны керек. Серік мырза. Енді действительно шынына керек көп андай біздің шығармашылық кештеріміз көбінесе жаңа мюзикл ретінде сондай бағыттарда көп өтетін. Енді өзіміз Қостанай педагогикалық колледжінде базамыз сол жерде болды да. Сол колледждің сахнасында өте көп концерттер бердік. Сол концерттің жаңағы мюзикл ретінде классикалық камералық концерттер, жаңағы сол жердегі аспаптық оркестрлармен концерттерді беріп жүрдік. Енді қызықты моменттер көп болатын, бір енді балалықпен бұзық болып қоясың, тентек болып қоясың, сабаққа келмей қоясың. Сол кезде қызықтыңдар сол кезде басталатын. Енді ол кезде түсінбейміз ғой, ол кісі бізден үміт артып, бізден бірдеңе күтіп отырған. Біз жаңағы балалықпен кетіп қаламыз бір жерге, сабаққа келмей қаламыз, бұзық болып қоямыз. Соны айтырым, барлық жерде, орысша айтқанда углы излаживать дейді ғой. Сондай жасап, біз айтырым қорғаштап, сөйтіп алып қалып жүретін айтырым сол кісі. Енді қалай ойлайсыздар, енді қазір өздеріңізде тәлімгерсіздер, ағасыздар інілеріңізге, мысалға шәкірттеріңіз бар, мысалға әншілер болсын, жас әншілер болсын, сол кезде қалай мысалға адамның дарыны болсын көре білді деп ойлайсыздар? Ол бәлкім адами жағынан жақсы мүмкін, бірақ та оның дарыны болмауы мүмкін. Немесе керісінше деген секілді. Қазіргі көзбен ойлап көрдіңіздер ме? Қазіргі жас бойынша.
Ол негізі андай адаммен танысып біліскен кезде жолаусың сапарда білесің дейді ғой, сол сияқты да. Ол әңгімелесіп сырласқан кезде өзі байқалады да. Адами тұрғысы енді вокалдық жағын сөйлесіп отқанда байқалады емес, енді оны тек қана жаңағы инструментке отырып распевкасын жасап әнін айтқызып қана тыңдамасам, ал адами және де еңбек қой негізінде. Еңбек қой. 90% еңбек, 10% дарын деп айтады ғой, сол сияқты. Еңбек етсең, бәрі шығады деп ойлаймын. Ал енді осы ұстаздарыңыздан алған тәрбиені бір бәлкім өзіндік бір фишка дейді ғой, фишканы қазіргі таңда өздеріңіз қолданып жүрсіздер ме? Әрине, әрдайым қолданамыз. Мысалы? Мысалға, жоқ, өйткені ол кісі тек қана андай, бізге тек қана ұстаз болған жоқ. Ол бізге әке ретінде болды, атамыз ретінде болды. Біз өйткені оны әрдайым дедушка деп, осылай еркелетіп айтқанбыз ол кісіге. Өйткені шыны керек, ол бізге өте жақын болды, тек қана ұстазан ретінде емес. Бұлай да ол бізге айтқан, сен қандай әнші болмасаң да, ең бастысы адам болды деп айтқан бізге. Соны мен әрдайым қолданамын, және де балаларыма да айтамын, дайындап жатқан. Сен қандай әнші болмасаң да, бірақ сен адамсың да, ең бірінші. Сол қасиетті жоғалтпау керек. Айтамыз. Адам болып қал деп айтатын да, әр жағдайда. Қандай өмірің еркек болғаннан кейін өміріңде әртүрлі жағдай болады. Бірақ сол жағдайдың ішінен адам болып қалуды ойла деп көп айтады. Сол ұстанасыздар қазір, иә? Ал мысалға, өздеріңіз мысалы талай ұстаздарды көрдіңіздер, бәлкім әншілер, мысалға кәсіби әншілерді, олардың ұстаздарын мысалға психологиялық тұрғыдан бөлек несімен ерекше? Сыры неде осындай талантты шәкірттерді соншама көп тәрбиелеудің? Ол енді әр адамға Алла Тағала бере бермейді деп ойлаймын негізінде. Ол да ұстаз болу ол да бір не деп айтады орысша? Призвание. Призвание ғой, иә. Ол да бір Алланың берген өзінің мәртебесі, мәртебесі сондай шығар. Соның арқасында деп ойлайсыздар, ол мәртебе берілген ұстаздық дейтін сол. Өйткені ұстаз болу ол да оңай емес негізінде. Өйткені балаларының дайындатқан балаларын еркелейді деген сияқты. Кейде тыңдамайды. Оның бәріне шыдау ол оңай емес деп ойлаймын. Сондықтан үлкен мәртебе деп ойлаймын, Алланың беріп отқан. Енді біз ол кісіге де андай переходной возраст кезінде түстік та. Ең қиын моменті ол психологиялық тұрғыда да қиын, жаңағы вокалдық тұрғыда да қиын моментінде түстік та. Сол моментте бізді бағындыра білген адам ғой. Біздің барлық мінезімізді, біздің вокалдық жағдайымызды өзіне бағындыра білген кісі. Енді оны қалай істедің деп, енді біз ол сұраққа жауап бере алмаймыз шығармыз бәлкім. Ол үшін енді сол Александр Калугин болып туылу керек, ол сұраққа жауап беру үшін. Ал Александр мырзаны айтып кеттік, естеліктермен бөлістік. Бүгін енді сол үшін бас қосып жатсыздар. Бүгінгі шарада қандай туындыларыңызбен енді көрерменді көңілін көтеріп бір жақсы өнерді жолдамақсыздар. Айта кетіңіздерші. Бүгін шынымен де керемет кеш болады, өйткені бүгін әртүрлі стильде айтылатын әндер болады. Халық әндер, классикалық әндер. Қазіргі таңда осы бүкіл Қазақстанда хит болып жүрген енді батыр ғой, қазіргі лақабаты әлем. Соның хиттарын тыңдайсыздар. Сондықтан да барлықтарыңызды күтеміз. Дуэттер болады, трио болады. Өте қызық болады, сондықтан да баршаңызды бүгін күтеміз кешке. Келіңіздер. Міндетті түрде Мирас мәдениет үйі сағат 19:00-де бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде задний фон ғана жетіспей жатқан секілді, бүйтіп қалғанның бәрі. Ал қазір шығармашылықтарыңыз қалай болып жатыр? Неме айналысып жатсыздар қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта енді мен осы Алматы қаласында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында жұмыс жасаймын. Солист болып. Және де колледжде сабақ беремін. Сол. Продолжили путь, да? Иә, сол өнерде, әншілікте. Серік мырза?
Мен қазіргі таңда Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде ұстаздық етемін. Эстрадалық ән салу мамандығы бойынша. Және де өзімнің кавер группам бар, жұмыс жасайтын әншілік. Сол жерде көбінесе сол өнер жолындамыз барлығымыз. Өнер жолындасыздар, енді біздің шамалы бір интернет желілерінен ақтарып, бір қараған мәліметтеріміз бар. Қазір сіздерге бір фотоларды көрсетеміз өздеріңіздің. Сол бір естеліктермен бөліссеңіздер. Қазір экранға шығарайық. Экранға шыққаннан кейін, иә, Мирас мырза. Мынау фото есіңізде ма? Иә, есімде. Алматы қаласында. Қандай іс-шара болып еді? Неше жыл бұрын болды бұл? Мынау шамамен 2014 шығар, 13 па, сол жылдар. Осыдан 12 жыл бұрын. Бір концерттегі. 12 жыл бұрын. Иә, шамамен сондай болды. Есімде жоқ енді. Қандай іс-шара концерт болып еді? Қандай ән айттыңыз сол кезде? Бір бабочка тағып алғаныңызға қарағанда бір классикалық түрде ма? Бір эстрадалық ән шығар. Есіңізде жоқ бірақ. А фото осталось, да? Бірақ естелік сурет қалып тұр. Серік мырза, қазір сіздікі де бар. Қазір көрейік, бұл кезде сіз... Ой, бәрекелді. Ой, тамаша. Жас кездің. Ол негізі 2010 жыл ма, 2009 ба, 2010 жыл мен атамыздың студиясы, Калугиннің студиясына енді келген кезім. Барлығымызды жинап алып, неге фотостудияға апарып, жаңағыдай кабинеттің үстіне фотомызды іліп қоямыз деген сондай ой болған. Сол кезде соған түскен сурет еді. Сол кезде негізі шашымыз бәрі сондай болды. Сол айтып, сол 2010 жылдары сол хит прическа еді ғой. Ондайды бәрі өту керек болды ол кезде. Мынау енді әріптестеріңіз дейміз ғой, сол кездегі бірге оқыған әріптестеріңізбен қазіргі таңда қарым-қатынастарыңыз қалай? Хабар алмасып тұрасыздар ма? Иә, жақсы, керемет. Өзіміздің группамыз бар, сөйлесеміз, отбасымен кездесеміз. Мысалы, балуанмен біз бір қалада тұрамыз, араласамыз отбасымызбен. Отбасыларыңызбен араласасыздар. Өнер тоғыстырды деп айтсақ болады ғой, баршаңызды. То есть, если, например, мы напишем, да, нам могут не ответить. А если вы, у вас еще и группа, да, с тех времен осталась? Это замечательно. Знаете, вот вы первый ученик. Даже когда на афише, да, мы слышали, как Балуан говорил, представлял вас, он вас представил как первый выпускник. Это как-то накладывает какую-то ответственность на вас? Шыны керек болды. Да? Басында болды, өйткені мен бірінші түлек болып бітіріп, Алматыға кеттім, түсуге, консерваторияға. Сол кезде кішкене болды, сондай. Бірақ мен түсіп кеттім, енді Аллаға шүкір. Бірақ сондай болды басында. А было ли какое-то, может быть, к вам особое отношение у вашего учителя? С какой-то, может, теплотой особенно на вас смотрел? Мүмкін. Болған шығар деп ойлаймын, өйткені ол кісі өзіме өте қатты көмектесті, шыны керек. Мен ондай сезіндім. Мүмкін бар шығар, болған шығар. А вот у вас не было какой-то немножко капельки зависти, может, или конкуренции? Жоқ, ондай болған жоқ. Біз жеке енді мен студияға келген кезде Мирас уже Алматыда жүрді. Мирас Алматыда жүрді. Жаңағыдай бізде есеп беру концерттері болған кезде Мирас келіп тұратын. Бірге бір сахнада өнер көрсетеміз. Сосын қайттан кетеді Мирас. Ал былай көрерменшілік деген ондай. Бірақ студияда бізде болған жоқ. Бәрі бірдей болды. Ол кісі, ұстазымыз біреуін бөліп жарған жоқ. Бәрімізге бірдей қарады. Ал енді мынау дайындаған кезде, бүйтіп енді тәлімгерлік танытқан кезде ұстаздар әртүрлі болады ғой, және әртүрлі технология қолданады шәкірттерін дайындауда. Кейбіреулер тәртіпті бірінші орынға қоятын болса, кейбіреулер көбінесе шығармашылық бағытта, кейбіреулер әзілмен, кейбіреулер тіпті отырып әңгіме айтатындар да болады. Қандай осы тәлім көрдіңіздер сіздер? Қандай форматта дейікші? Біз бәрін көрген сияқты. Айналып келіп біреуін тек қана осылай болды деген болған жоқ. Бәрі болды. Өйткені ол кісі өте әзілкеш болды. Оның анекдоттарын да тыңдадық. Ұрысу керек болған кезде ұрысты. Сондай кісі болды өзі. Ал мысалға екі түрлі жағдай болады. Мысалы
өте керемет болатын жайттар бар. Мысалға дауыс бойынша, концертке дайындық бойынша, тіпті концерттен кейінгі енді концерт барысында болатын жағдайлар бойынша. Ал бұның керісінше жағы да бар. Қолынан келмей жататыны бар. Мысалға, мына жерде бүйту керек еді, мына жерде сөйту керек еді дейтін секілді сабақтар мысалға концерттен кейін қалай жүзеге асты? Ол кісі әрдайым соңғы концерттер кезде ол кісі бүйтіп көзін жұмып концерт болған кезде бәріміз солай тыңдайтын. Жұмып. Содан кейін ол айтатын, осы жерде кішкене дұрыс айтпадың деген сияқты. Осы жерде бүйту керек еді деп сөйтіп сондай бізге өзінің ақылдарын айтқан. Ұстаздық қой былай. Бәрімізді тізіп қойып, бәрінің алдына жайып, сен үйттің, сен бүйттің деп ұрыспайтын ешқашан. Жеке, мысалы, кейде енді оқып жүрген кезде концерт береміз. Концерт бергеннен кейін кешкілі уақыт примерно сағат 8 бен 9-дың арасы уже сол кісі звондайтын білесің. Сол кісі домашкаға звондайды да, басын әзілмен бастайтын. Алло, это Баня деп. Телефонды кім алса да бәрібір. Уже түсінесің сол, Александр Ивановичтан баққан. Сол кезде жаңағы телефонмен уже айтып түсіндіретін. Вот здесь надо было вот так спеть, вот здесь вот так спеть деп уже разбор полетов жаңағы түсінген адамға ол сен өсу үшін жаңағыдай сондай жасап отыру керек та, анализ. Сондай анализ жасап саған түсіндіріп беріп отыратын әрдайым. Ал қалай ойлайсыздар, сол кезде қолданылған мысалға әдістер, дайындық шаралары болсын, өзінің түсіндіру әдістері болсын, өздеріңізде жас болдыңыздар, қазір жастарға осы әдіс тиімді ма? Мысалға түсіндіру бойынша сол кісінің қолданған нелері, шаралары, бәлкім бір әзілмен бастап деген секілді сондай бір. Қазіргі таңдағы буын қалай жалпы? Өздеріңізде ұстазсыздар ғой? Қазіргі буын енді сәл басқаша енді. Шыны керек. Ол әдістер әрине оны қолданамыз. Былайша айтқанда әр балаға ол әртүрлі подход керек. Өйткені біреуге қатты айту керек болады. Біреуге мысалы әзілмен бастау керек деген сияқты. Өйткені бала әртүрлі болғаннан кейін подход ақырын іздейміз балаға. Серік мырза, ойланып қалдыңыз ғой? Жоқ, Мираспен толық келісемін. Негізі шынында да солай. Ол қатып қалған бір қағида жоқ, қатып қалған бір тәртіп жоқ. Мысалы, болды осылай болу керек, бітті осыдан не оңға кетпесін, не солға кетпейтін деген жоқ. Әр балаға жеке-жеке методика дейміз ғой. Әр балаға әртүрлі методика қолданамыз. Наказывать ету керек болса наказывать етеміз, жаңағыдай күліп өткізу керек, ойын сияқты өткізу керек болса ойын сияқты өткіземіз. Әр балаға әртүрлі. Мінекей енді эфирға біріншіден уақыт бөліп келгендеріңізге көптен көп алғыс айтамыз. Сізге рахмет. Мінекей енді бір сіздерден сұрағым келіп отыр. Осы эфирдің соңғы бір көрерменге жолдайтын сөздеріңіз бар. Сол кезде бір Калугиннің бір сөздері бар ма еді айтатын? Сол мен бір ерекшелеп астын сызып айтып берсеңіздер. Да, я знаю десең. Ол кісі әрдайым айтатын, қандай жағдай болмасын, сол адам болып қалу. Сол кісімен қатты қалып кетті. Сосын асықпаңыздар. Бәрі болады, асықпаңыздар. Бәрі өз уақытымен. Асықпаған арбамен қоян алады дейсіз ғой. Ат тұяғын тай басар дейді. Осындай бір дарынды жанның артынан ерген қаншама шәкірттері бар. Сол шәкірттері бүгін енді өздеріңіз де шәкірт тәрбиелеп жатсыздар. Ұрпақтар сабақтастығы дейміз, буындардың алмасуы дейміз. Сондықтан да алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Ойға алған жобаларыңыз жемісті болсын. Шығармашылықтарыңыз әрдайым шарықтай берсін деген ниет бар. Тек қана жақсылықта жолығайық. Бүгінгі шараларыңызға, бүгінгі концертке тек қана сәттілік тілеймін. Мінекей бағдарламамыздың екінші легінің қонақтары да келіп жетті. Ал Айнұр сөз тізгіні өзінде енді. Сегодня у нас в студии ученицы и ученик знаменитого мэтра музыки, учителя Александра Калугина. Прошу, можно вас представить? Айгерим Кинжетаева, Анна Уварова и Балуан Беркенов. Добро пожаловать к нам в студию. Как ваше настроение? Спасибо большое. Настроение отличное. Сегодня концерт. Мы готовы
Готовы? Скажите, вот вы приехали все из разных городов. У каждого есть свои личные дела, работа и так далее. Как вы так собрались все здесь, на родной земле? Не было ли каких-то сложностей? Сложности они всегда есть, кого-то не отпускали, кого-то дом не отпускал, кого-то ремонт не отпускал, кого-то работа не отпускала. Но в любом случае наш порыв сказать спасибо своему учителю, сказать спасибо своей земле и поздравить кустанайцев с Днем города. Этот порыв победил. Вот поэтому мы сегодня здесь. Скажите, а какой будет концерт, который сегодня пройдет? Потому что он же, это не просто как отчетный концерт, творческий вечер. Сегодня он будет наполнен, я думаю, воспоминаниями, теплом, какой-то особой энергетикой, потому что он будет посвящен вашему первому учителю. Какая будет играть музыка? Что будете петь вы? Будет ли что-то из, так скажем, того, чему он вас учил? Может быть, ваши первые песни? Вообще, в целом, все, что мы собой представляем, да, на данный момент в качестве артистов, это однозначно продолжение этого пути, поэтому мы никогда не расстаемся с этой частицей того, что нам передал наш учитель. Но сегодня в программе у нас будет очень такой интересный, многоплановый, многожанровый репертуар, и однозначно в каждом будет определенная какая-то отсылка, дань памяти. Ну и то, что мы будем в нем, это уже определенное такое вот дань памяти, да, и наше продолжение, наше посвящение. Сейчас, продолжая путь, чем вы занимаетесь? Ирина, скажи, чем ты занимаешься? Продолжили вы петь? Да, мы очень долго уже не живем в Кустанае, абсолютно все. Кто-то в Астане, в Алмате, кто-то уже даже за границей живет. Вот у нас Арман Токкабулов, он у нас в Китае. И мы его очень долго тоже не видели. К сожалению, не может иметь возможность приехать. Но сегодня у нас, знаете, я сама лично очень рада вообще быть в Кустанае, потому что в эту поездку она какая-то такая особенная, волшебная. И я очень рада, что у нас есть куда возвращаться, чтобы, вот, знаете, окунаться в эти воспоминания, в юношеские, студенческие годы, потому что это было очень крутое, на самом деле, время. Сейчас время другое, а у нас оно было вот культурное, музыкальное, такое богатое, душевное. То есть наш дедушка, на самом деле, мы воспитывались у него, можно сказать, потому что мы жили в студии с утра до вечера. Он нас воспитал, и воспитал очень достойно, потому что все ребята на данный момент состоялись, все, абсолютно все пошли по музыкальному пути. И то есть вот Балан у нас оперный артист, и то есть Амре, Алем, Аня, то есть, ну, как бы все такие известные, все состоявшиеся, все достойно несут имя Александра Ивановича Калугина, потому что мы ему безмерно благодарны. И это не только музыка, это в целом он вложил в нас вот эту мудрость, вот этот жизненный опыт, воспитание, человечность. Он всегда говорил, кем бы вы ни стали, главное, оставайтесь людьми, оставайтесь человеком. И благодаря ему, опять же, сегодня мы все собрались. Мы уже друг друга как родные, братья и сестры. Но на самом деле мы большая семья. И это круто, когда, ну, то есть я даже рекомендую родителям, да, отправлять детей вот в такие студии. И у тебя, во-первых, есть друзья потом, такие уже, которым можно доверять, которые будут всегда с тобой, рядом, по жизни идти. И то есть всегда это в любое развитие, да, и духовное, и то есть и есть куда потом выбрать свой путь, потому что сейчас много людей, да, которые не знают, чем заниматься, а у нас благодаря вот дедушке у нас есть любимое дело, которое нас приносит и радость, и как бы материальные блага, да, то есть и популярность, и вот благодаря этому и мы сегодня сюда приехали, на свою родину. Поэтому очень рада видеть всех кустанайцев, правда, очень рада будем видеть, петь сегодня для вас. Будет весело, интересно, так что приходите обязательно, мы вас ждем. Скажите, а вы вообще помните свою первую встречу с наставником? Как вы первый раз посетили студию? Я посетил
первый раз его квартиру. Вот, я где-то что- прочитала, что первые занятия у мэтра проходили вообще дома. Да, потому что у нас еще тогда не было студии. Я искал себе учителя для того, чтобы готовиться на конкурсы. И как-то вот, как мячик футбольный, меня пинали к одному учителю, к другому, к третьему. И вот я оказался дома у заслуженного артиста Казахской ССР Александра Ивановича Калугина. У него инструмент стоял, он нажал там пару нот, мне распел. Он говорит, все, я буду тебя учить. Вот. После этого, если говорить об истории нашей студии, то Александр Иванович очень переживал за вот этих вот мальчиков, у которых переходной возраст, и в этот переходной возраст идет мутация голоса. Может сломаться. Мы тогда даже смешно так говорили, что мы мутанты. Вот. И вот он очень переживал за судьбу этих ребят, этих пацанов. И бережно И, да, и взращивал. решил открыть студию, но у него не было средств. Он пошел к Риме Чингизовне Бектургановой, за что ей огромное спасибо, что он ей несколько раз приходил, она отказывала. И в один момент он просто сказал одну фразу, которую Рима Чингизовна запомнила на всю жизнь. Он сказал, если вы сейчас не согласитесь, наша следующая встреча может просто не состояться, что я уже в таком возрасте. И она задумалась, что действительно педагог-то золотой, и он очень переживает за будущее голосов Кустанайской области. И она решила ему помочь, открыла мини-студию, там были только мальчики. Потом, как мы начали приносить какие-то первые плоды, первые лауреатства, в студию начали со всей области привозить детей, родителей. И уже задумались над тем, как бы расширить студию. Это дополнительное финансирование. И тогда они обратились, Александр Иванович вместе с Римой Чингизовной, к Серику Чингизовичу Бектурганову. Он тогда был заместителем акима Кустанайской области. И он тогда решил вопрос о расширении студии, о дополнительном финансировании. Мы наняли дополнительных педагогов, дополнительных концертмейстеров. И уже появились девочки. И наша студия разрослась. Все лауреаты, все звезды, все офицеры. Міне жаңа өздеріңіздің біріншілікті қонақтары, достарыңыз ғой, достарыңыз айтып кетті, қызықты сәттер болды деп, өздеріңіз есте қалған бір қызықты сәттер болды ма? Қалай ойлайсыз? Эфирге айтатындай. Қызықты сәттер менде ғана, мен қазіргі уақытта Абай атындағы опера және балет театрында жұмыс атқарамын. Жетекші солистпін. Сол жақта бір спектакльде менде бір қызық сәт болған. Біржан Сара операсындағы Біржанның партиясын сомдадым. Сол жақта ең соңғы Біржанның ариясы болғанда Біржан қайтыс болады. Өзінің предсмертный ариясын айтқанда өліп қалады да, и былай қолын, получается, мен өзімнің қолымды осылай тастап жіберем, зритель жаққа, көрермен жаққа. Кулиса кетті, мен қолымды қыстырады қазір. Мен қасында Біржанның шешесі отыр жоқтау айтып, қасында Махаббатты Сара. Мен осылай қолым көрермен жаққа, басым мына жаққа деп жатырмын да, и айтып жатырмын. Диночка, можете мою руку на пузо положить деп айтып. Ол кісі түсінбейді, жылап жатыр. Я говорю, Дина, быстрее, уже кулиса пошла. Ол менің оң қолымды кеудеме қояды. Я говорю, Дина, быстрее, не ту руку деп жатқанымда, она поняла, короче, деп қолымды тартып қойды да, и сол кезде как раз жабылды кулиса. Сондай қызық сәттер театрда көп болады.
Действительно, да? Еще можно, да? Студии, да, именно? А у меня с дедушкой вот такое воспоминание осталось тоже на всю жизнь. Он очень в меня верил. Я была его любимицей, на самом деле. Но не в обиду. Нет, просто любимица. И, ну, то есть он на все концерты, гости какие-то прилетают, он всегда. Кинжик, он меня называл Кинжик. Кинжик обязательно для красоты. И вот, и он меня отправляет, ребята собираются на X-Factor, и он меня отправит. Я говорю, дедушка, ну куда мне, я не смогу. Он такой, нет, давай. И то есть он так верил в меня, и вот эта вера мне всегда помогала, как бы. И вот я поехала, мы поехали, несколько человек, нас человек 5 поехало. В итоге я прошла, а никто не прошел. Да, и вот я тогда, конечно, была приятно удивлена. И вот что, как помогают вот такие люди, да, твои наставники, которые тебя ведут по жизни. И вот эта вера со мной всегда осталась. Ну, то есть остается, что он всегда в меня верил. И вот Больше, чем мы сами. да, и ну просто так получилось, ну как бы классно, и я была вообще в шоке, что я одна прошла. И вот такая вот история. Да, действительно, вот вера это вот очень важно, когда есть человек, который больше тебя верит, чем ты сам. И это всегда помогает. Анна, у вас вот были какие-то? Любить этот потенциал. Вообще я вспоминаю, я была очень маленькая, вообще самая маленькая, младшая, да? Кстати, в каком возрасте ты вышла? 6-7 лет. Это вот так ориентировочно. Я впишу это в сценарий. Да, Александр Иванович еще он размышлял, потому что тоже определенные риски, настолько, да, маленький еще ребенок, потому что это нужно по-другому, может быть, разговаривать, какой-то подход, да, находить. Это была определенная ответственность для него, но он пошел на свой страх и риск. И вот среди таких моих старших ребят, моих старших братьев и сестер я вот, получается, взращивала тоже и дух, и вокальные навыки. Но я помню, мы всегда, когда вместе собирались, творилось что-то невероятное, потому что всегда музыкальный мир — это что-то такое, полной импровизации, воображения. И нас всегда Александр Иванович поддерживал, любые наши начинания, любые наши какие-то, не знаю, воображения, все, что у нас рождалось, он всегда говорил о том, что нет ничего невозможного, да? Давай это используем, давай применим там твой вот этот вот талант там пародии, да, или звукоподражания какое-то. То есть он всегда смотрел очень широко. И Все навыки в нас вложила, и актерское мастерство. да. И вот, кстати, я думаю, Балуан, тебе нужно даже отдать должное, что ты прям продолжатель традиций Александра Ивановича и в плане сплочения, да, вот все-таки сегодняшний концерт без Благодаря Балуану нашему, да, он не организатор. обошелся бы, это правда. Благодаря именно Балуану мы держимся так все вместе. Человек, который всегда в курсе всех событий, поздравляет нас с госнаградами, когда кому-то кто-то получает. У кого, когда рождаются детки, Балуан всегда мониторит. И вот благодаря его вот этой объединительской вот этой жилке мы все вместе. Он всегда был в нашей старости. Это правда. Аня у нас одна из первых, кто в нашей студии получил государственную награду от рук президента, медаль Ерен Еңбек үшін. Государственная награда, да. Так что, Анечка, я тебя с этим поздравляю. И гордость нашей студии. Спасибо. Все так, знаешь, вот и правда, так мило. Так спокойно. И вы и вправду, вот, когда смотришь на вас, вы и вправду вот олицетворение того, как нужно дружить и годами и показывать о том, что в студии там не конкуренция важна, не победа, регалии и так далее, а главное человеческое отношение и быть всегда простым. Абсолютно такого нет. Конкуренции не было абсолютно никакой, Никогда. потому что мы все разные. Да, да. У каждого свое не было за направление. что бороться. У нас не было песен, у нас не было жанров одинаковых. У нас кто-то в джаз, кто-то в классику, кто-то в романсы, кто-то в эстраду, кто-то в кей-поп. Это вот все в совокупе студия Александра Калугина. Самое, Не было- знаете, что я перебью? Да-да-да. Самое вот, наверное, дорогое в этом во всем, то, что можно заметить, наверное, его мудрость, она даже нам передалась. И то, что мы росли в таком времени, когда вот не было телефонов, мы целый день в студии пели, целый день У проводили. меня был Ну, не так, как сейчас дети проводят время, поэтому немного другое вот у нас было вот это взросление, культурное такое, знаете, мы всегда в романсах, мы всегда сценарий пишем, всегда что-то учим, и поэтому это вот что вложишь, да, вот такое вот как бы зерно, То оно и проросли вот такие вот дары. Енді бағдарламамызға келіп түскен қоңырау бол екен, соны естіп алайық. Саламатсыз ба, эфирдесіз? Здравствуйте, вы в эфире.
Приветствуйте, здравствуйте. саламатсыз ба? Включила телевизор и смотрю, какие интересные у вас сегодня гости. Интересно слушать ваш жизненный путь и особенно ваше уважение к вашему учителю. Спасибо. Он очень большой вклад, наверное, сделал, раз вы его так сильно любите и уважаете по сей день. Мы желаем вам сегодня хорошего концерта. Придем, говорим своим знакомым и ожидаем этого мероприятия. Будем ждать. Да, мы вас ждем. Хотел обратиться к кустанайцам. Есть еще несколько билетов в продаже, поэтому билеты на сайте Тикетон. Сегодня концерт до Камерас в 7 часов, не плачь, вечера. Прям расчувствовалась. Я когда про деток говорят сразу. Давайте вот сейчас я хочу вот на этой ноте, такой вот ностальгической, проностальгировать 6 лет назад, когда я была совсем юным журналистом. Вы тогда уже были, вот вы точно стояли крепко на сцене. И я хочу вам задать вопрос. Вы помните фразу «Спою, как вы меня учили»? Спою, как вы меня учили. Да, это было на концерте, посвященному десятилетию студии, кажется. Десятилетию студии. Я пел вместе с Александром Ивановичем песню «Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем...» «Звездочка, ты моя ясная». Это его любимая песня. Мы тогда вместе спели ее, да. Давайте сейчас я предлагаю вам вместе с нашими телезрителями немножко, так скажем, уйти в флешбэк 6 лет назад. Ностальгировать. Да, и проностальгировать, посмотрим наш сюжет, написанный мной 6 лет назад. Иә, жақсының аты өлмейді дейді, сондықтан да енді бұны да бір естелік түрінде қабылдап, бір көрермендердің назарына да ұсыну үшін, өзімізге де еске алу үшін бір экранға зер салайық. Сіздердің назарларыңызда Айнұрдың дайындаған сюжеті. Зал, в котором не было свободных мест, встречал наставника с большой буквы стоя. А за кулисами с волнением ждали выхода на сцену ученики знаменитого Александра Калугина. Ведь именно он уже десятки лет преподает искусство вокала юным дарованием со всей Костанайской области. Впоследствии их назовут золотыми голосами региона, в числе которых Ернар Садирбаев, молодой певец, покорил уже не одну сцену. Сегодня поздравить своего первого учителя он приехал из Астаны. Первая встреча произошла в 2009 году, прошло уже 10 лет. Вот все эти 10 лет я занимался у Александра Ивановича Калугина. Он заложил фундамент, основу вокала, поставил голос, и дальше я поступил в Академию искусств. Сейчас я магистрант этой академии, учусь у профессора, народного артиста КАЗССР, народного артиста Казахстана Лаки Кисогу. И всегда мои нынешние учителя благодарят его за то, что он воспитал таких учеников. Победу учеников Александра Калугина давно потеряли счет. Балуан Биркенов, лауреат оперного конкурса имени Бибигуль Тулигеновой, солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в городе Алматы. Певец говорит, песен спето было много, но первую композицию, которую ему доверил учитель, он помнит до сих пор. Ту самую «Ах ты, душенька» исполнил на юбилейном концерте со словами «Спою так, как вы меня учили». Ах ты, душенька, Найти свое истинное призвание он помог еще одному молодому исполнителю. Ануар Каскабаев в детстве хотел стать военным, но его певческий талант разглядел Александр Калугин. Сейчас на сцене перед своим учителем он выступает уже с авторскими песнями. Кончил школу кадетов с отличием и хотел идти по пути военных. Но попал на меня, и вот теперь видите, что делается. Вот теперь все, военное дело отошло, а музыка впереди. Мне, например, понравилось, молодец. Студия Александра Ивановича всегда открыта. Сегодня же ребята желают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Айнура Байгужина, Жасулан Сыздыков, телеканал Костанай. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мінекей еске алып, кәдімгідей балуандарды жас кезіңізде де көрдік қандай екенін. Да? Да. Қалай екен? Я есімізде Айгерім жылап отыр. Мына видеоны көріп.
Өте қызық сәттер болды. Енді Александр мырзаның тәлімін көргеннен кейін осы опера өнерінде өз жолыңызды таба білдіңіз деп айтуға болады шығар, иә? Толықтай негіз бар, иә? Өйткені енді сізді кейбір деректерде қазақтың Паваротти дейді, қазақский Паваротти дейді, Ол атақты мен маған ХСРО халық әртісі Бибігүл Ахметқызы Төлегенова берді. Ол кісі мой маленький казахский Паваротти дейді. Енді Александр Калугиннің студиясы өркендеп, біздер барлығымыз осында жиналып, бүгін де концерт, ертең де концерт шақырамыз барлықтарымызды. Міндетті түрде келеміз. Қоңырау бар еді жаңа келіп түскен, әлі эфирда ма екен? Саламатсыз ба? Здравствуйте, вы в эфире? Саламатсыз ба? Асауль. Қалайсыздар, вы все красивые, поехали туда. Это Батырхан Маликов. Қалыңыз қалай? Әлем мырза, әлем дейікші сізге барлығы әлем деп таниды ғой. Қалыңыз қалай? Ұйқыдан тұрдым да, бірден каналды қоссам, отыр екенсіздер. Қоңырау қалайын деп. Сізді... Мен жай хабарласып отырмын, білдіріп қойын деп, осындай екенмін деп, әңгімеге қосылайын деп кішкене. Енді сізді кейбір әріптестеріміздің айтуы бойынша Алау телеарнасында сұхбат беріп жүр дейді ғой. Енді барам мен. Енді Қазақстан қойын. Мен ол жақтан бірінші кезіп қойып едім мен. А вы долго в Кустанае задержитесь? Нет, мы завтра улетаем. Это все вот наши староста, балуан бәрін біледі. Менің расписанием. Поскольку у нас такая уникальная возможность, есть с вами еще и поговорить по телефону, скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то воспоминания об Александре Калугине? Какой-нибудь интересный случай? Девиз? Отличные есть воспоминания, как мы неделю работали, классные воспоминания просто. Жаль, что вы не посетили наш телеканал, но мы будем вас ждать во всяком случае, да? Все хорошо, да. У меня пару слов было, можно скажу, да? Конечно. Так, ребята, қалай, ағайын, бүгін концерт болады, келіңіздер, қызық концерт болады. Сондай жүрекке, махаббатқа толы концерт болады, бәріңізді шақырамыз. Сіздерге көп рахмет, осындай бағдарлама бөліп, біздің ұстазымызға арналған концертке бір үлкен бағдарлама бөліп, осындай жасап отқандарыңызға көп рахмет. Жай мүйіз адамдарды, кішілерді концертке шақырғым келеді. Міндетті түрде. Аман болыңыздар. Рахмет. Алем, мы тебя ждем. Мы тоже ждали. Жақсы, енді міндетті түрде Балуан мырза, сіз ұйымдастырушысыз, иә? Осы іс-шараны енді білуімізше. Енді бір-екі билет бізге де алып қалдыңыздар, біз де келейік. Әрине. Өйткені өзіміз айтып отырмыз, енді өзіміздің бармағанымыз ұят болады жоқ. Сақтап қойса, главный қалса болды, өзіміз сатып аламыз. Қалса болды ең бастысы. Қалмаса да есіктің қасында отырып тыңдай береміз. На самом деле, вот я говорила все в Инстаграме, что у нас, представляете, вот этот юбилей был 10 лет назад. То есть, опять же, не знаем, когда повторится следующий концерт, поэтому это уникальная возможность вообще всех собрать. И Алем, и Амре, и Балуан, да? Ну, то есть, обычно все отдельно же работают, а тут все вместе. У вас есть уникальная возможность послушать всех ребят. И такой классный душевный концерт будет, это безусловно. Поэтому приходите, мы вас очень ждем. Еще есть возможность взять билеты, поэтому мы вас ждем. Да, действительно. Вот и наш канал, я считаю, что такую вот большую лепту вносит, что мы фиксируем, когда была последняя встреча. Да. Давайте начнем отсчет с этого дня. И Еще через 10 лет увидим. Мы тоже расскажем, где бы мы не были. Мы тоже придем и отведем. Будет доброй традицией, да? Чтобы мы тоже были причастны к вашим встречам. Были причиной тоже одной из. Енді бізде шамалы сіздердің өткендеріңізге қарап, шамалы интернеттен қараған нелеріміз бар, енді деректер бар, фотолар бар. Енді соны қазір енді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Енді Балуан мырза, сізден бастайықшы. Қазір қазіргі түріңізді көріп отырмыз, бұрындары мынау фото. Это миссис Бурку из... Жоқ, ол
Евгений Онегин, мен театрға келгенде ең бірінші берген рөлім ол Біржан Сара, Біржанның партиясы. Ол партия енді любой тенор, когда приходит в театр, он начинает с каких-то низов, с маленьких, а партия Біржана обычно тенора заканчивают карьеру этой партии. А мне бац, и мне сразу дали самую сложную партию. Я говорю, кішкене хотя бы кулису можно понюхать? И меня руководство театра восприняло в прямом смысле слова и дали мне партию, значит, из оперы Евгений Онегин, значит, партию «Запевалы» и партию «Трике». Партия «Запевалы» как раз поется за кулисами, он даже не выходит. Понюхал кулисы. Да. А эта фотография, значит, это месье Трике, конечно, Евгения Онегина, в очках, в желтом парике, тот самый месье Трике, француз, живет у Бурлаковых. Нет, там твой натуральный цвет получается. Там твой натуральный цвет. Ол кезде шаш бұйра дейсіз ғой, ана фотодағы қарағанда қалың кәдімгідей. Иә. Иә. Қазір де шүкір болып тұр. Интернеттегі фотолардан қарағанда бұдан да жаманы болған. Иә, бір еске алдық енді, Айгерім ханым, сіздікін көрейікші, тура осы 2013-те қателеспесем, енді сіздің суретіңіз емес, ортасында тұрған Нағима Исқалиева, иә? Иә, Диназ Ахмадиев. Екінші рет келдіңіз сіз 2013 жылы X-Factorға. Сіз келген кезде Нағима ханымнан айтқан сөзі есіңізде ма? Иә. Аха. Не дейтін еді? Не деген еді? Кто к нам пришел? А я ее знаю. Иә. Қарадым, қазір тіптен ұқсамайсыз. Ол 12 жыл бұрын болған фото, бірақ та... Да нет, ты просто искал, не нашел там интересных фотографий, везде Айгерим красивая. Алем, моя есть интересная фотография с Алемом. Да? В казахстанском КВН не показали, да, где мы в студенческой годы. Жарайды, айтайын, саған жететіні жоқ, иә. Ал, Анна ханым, сіздікі де бар. Қазір көрейікші мына жерде. Мынау енді артта кім отырғанын білесіз ба? Төреші болып. Иә. Бізде, да, қызықты сәт негізі. Әлем, тәлімгердің ретінде Әлем болды. Бірақ ол мені не узнала меня. Да? Ең бірінші Сәкен Майғазиев, иә, сізге бұрылған. Содан кейін екіншісі Әлем бұрылды, сосын Маржан Арапбаевамен қатарласып. Үшінші сосын Майра Ілиясова бұрылды, иә? Бірақ та мен өзімнің жоспарым бойынша, мен алғашқы кім болады, соны мен таңдаймын, иә. Реніш болған жоқ па Әлемге? Жоқ. Ты меня не узнал, как ты мог? Да нет, мы же любим друг друга. Әдейі жасаған шығар. Матыр, таңда звондаш. Программа принимает Он на ассамблее всегда говорил, у нас какие-то мероприятия, он говорит, почему вы мне не сказали? Мы сейчас, скажите, да, оставили его дома и пришли сами. Иә, көрдік, мінекей, өзім де қараған кезде кәдімгі қызықты сәттер. Қазір енді өздеріңіздің өнерде алған орындарыңыз бар, өздеріңіздің беделдеріңіз бар, кәдімгідей атақтарыңыз бар. Енді кереметтей. Бірақ та сол артқа бір 10-12 жылға қарай кейін бұрылсақ, осы ұстаздың сіздерге жасаған ұлағаты кәдімгідей байқалады. Қазіргі уақытта, уақыт аралығында сол кездері беріп кеткен тәрбиесі, өнері, өзінің сіздерге өзін арнауының өзі осы бүгінгі күннің жетістігі деп білуге бола ма жалпы? Болады әрине. Иә. Бүгінгі күннің жетістігі мен сұрақты түсінбедім. Мысалға, сол кісі кезінде осы сіздерге бүкіл тәлім тәрбиесін берді. Қазіргі осындай деңгейге жетулеріңізге сол кісінің бірден бір үлесі бар шығар, иә? Как вы считаете? Для иностранцев можно на русском? Я тоже хотел на русском, но сейчас мой русский не хватит. Вопрос правильно задать. Айнұр, өзің көрші ал. Насколько вообще его слова, его методы преподавания, какой толчок для вас вообще дал?
Вот могли бы ли вы достигнуть таких успехов, стать финалистами различных конкурсов, солировать в самых крупных театрах Казахстана без его поддержки и его вот именно наставничества? Енді сен жауап берейін. Қазақша бірақ. Вообще на данный момент я сама преподаватель. И, по сути, как раз-таки я такая вокальная, ну, внучка, продолжительница, да, традиций. И на данный момент сейчас уже я понимаю, каково это быть наставником, и каково это знать, что ты можешь продолжиться в своем ученике. Каково это отдавать свою любовь, да, и именно любовью, которой ты напитался от своего наставника, да, вот от нашего Александра Ивановича, вот этой мудростью ты передаешь. Однозначно вот этот фундамент, который закладывается, прежде всего ценностей, он влияет потом на дальнейший путь. Поэтому, конечно, сложно, конечно, нет сослагательного наклонения, что было бы, просто мы счастливы, что мы попали в нужное время, в нужные руки, это очень важно для формирования как личности, мне кажется, это внесло очень большой вклад. Вообще его забота. Я добавлю, да? Когда уже ребята все в Алмате, я чуть позже прилетела. И еще ходила к дедушке на студию, он преподавал уже не в колледже, а в другом месте. И вот, ну, его слова просто до сих пор у меня в памяти, как бы. Я не знаю, как бы, что-то он во мне видел, но он сказал: Кенжик, ты должна продолжить студию после моего ухода. Я до сих пор этого не сделала, но как бы не то чтобы как долг, да, хочется, а просто, конечно бы, хотелось бы, то есть это опять же финансово, ну, то есть это все нужно организовать, сделать, и в большей степени, наверное, хочется, чтобы эта студия, опять же, нас объединяла, чтобы мы могли там снова встречаться и также вот таким юным дарованием помогать, наставлять их на путь такой музыкальный. Поэтому вот он сказал: Кенжик, продолжи, у тебя получится. И вот, ну, до сих пор вот... Я думаю, это все проект будущего. Еще все впереди. По воле Всевышнего. Я бы хотел поблагодарить, да, акимат города, который вот нас собрал всех здесь, и обратиться к акимату. Давайте все вместе. Давайте в Кустанае в будущем, не обязательно в этом году, может быть через 2 года, через 3 года мы откроем студию Калугина. Этот бренд должен жить. Потому что мы, видите, мы улетели, прости, пожалуйста, перебью. Там, ну, в Алмате, как бы для меня чуть-чуть это тяжело было. Я начала сначала, ну, не получилось. Поэтому, да, я думаю, что он, наверное, имел в виду как бы в Кустанае все-таки на своей родине это сделать. Поэтому потому что он здесь переживал за будущее голосов Кустанайщины. А насчет того, что мы все педагоги, у меня сейчас есть ученики, и у моих учеников есть ученики, я уже сам дедушка. Более того, мои ученики сейчас являются, так же как и Аня, у меня есть, кстати, студент, который сейчас кавалер ордена Хурмет. Да, то есть у меня еще Хурмета нет, у него Хурмет есть. Вот. Но я к тому, что продолжение дедушки, даже если у нас нет студии, в каждом из нас мы продолжаем его дело. Мирас Киняров преподавал в Каспийском университете, Айдана Риза работала в школе Дианы Шараповой, преподавала детям и взрослым. Сейчас она в Германии учится в магистратуре. Арман Токабулов сейчас в Китае работает и живет. И там продолжает дело Калугина. То есть мы не только в Казахстане, не только, но по всему миру. Вот. Анюта преподает. Серик Кадыржанов сейчас в университете Шабыт в Астане преподает. Мы к этому пришли, потому что мы когда учились, дедушка нас ставил, и мы преподавали уже тогда, то есть когда были учениками. Да, у нас поэтому была у нас опыт у всех. Потому что это было при педагогическом колледже. Мы были сами студенты и преподавали. И как Айгерим говорит, мы со школы не выходили, когда другие ребята распевались, мы видели процесс, по сути, да, мы целый день сидели. Наставника. Вот у нас был такой диванчик, и вот и все это здесь происходило, поэтому весь день музыка была. Были в материале каждого из процесса. Мен мысалы қазір театрда жұмыс жасаймын ғой. Параллельно екінші жұмысым Құрмағазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының мұғалімі.
ол жақта студенттерге сабақ беремін. Распевка жасаймын, арияларды, романстарды дайындаймыз, кәдімгі концертмейстерім бар. Менің өзімнің жеке сыныбым 5-6 студент күнде келеді, күнде распевка, күнде дайындық. Сол әртіске негізі көмектеседі. Мұғалім болу өте көмек береді. Өйткені сен шәкірттің қателіктерін көрсең, сам обучаешься, сам себя держишь в форме. Из-за того, что ты распеваешь их, ты сам распеваешься. Ты же сен өзің көрсетесің, қалай распевка жасау үшін, мысалы, и сам как будто слышишь это, его ошибки, и учишься на этом. Вот такой интерес. Өзінің жауапкершілігі бар, өйткені сен үлгі бересің, ұстаз ретінде. Поэтому ты, конечно, должен быть все время в форме, потому что на тебя равняются. Ну и как артист тоже. Будучи артистом, ты понимаешь, что ты как лидер каких-то мнений, может быть, на тебя смотрит столько глаз. Поэтому это тоже ответственность, да. Енді біздің бағдарламамыз 1 минут қапты. Қысқа да нұсқа, көрермендерге айтар жолдауларыңыз, сәлемдеріңіз болса, енді мархабат. Енді эфирді деді соңына дейін ұстауға тырыстық, енді өзі қазір 20:30 кеткенде бітеді. Ал қысқа да нұсқа. Да, пару пожеланий для наших посетителей. Құрметті қостанайлықтар, сіздерді қала күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі концертке Мирас мәдениет сарайында күтеміз сағат 19:00-де. Билеттер Тикетон сайтында. 15 күні болатын концертке де күтеміз. Келіңіздер, көріңіздер, кеш болады. Будем рады вас всех видеть, приходите, будет весело, интересно, будем петь с вами вместе. Тек қана сәттілік тілейміз, қолымыздан келгенше енді алдағы уақытта осы бүгін концертке келеміз. Ал қымбатты көрермен, әзірге осы отанымызда тыныштық, отбасымызда ырыс құт болсын, жасай берсін қазақ елі. До скорых встреч!